Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар, достарыңызбен және әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Мен осындай цветной капустамен салат жасағым келеді. Ең алдымен гочи 20 деген соусты жасаймын. Ол үшін қайнап тұрған қатты ыстық майға біраз қасық ащы бүріспен бір ас қасық паприканы салып, жақсылап араластырып, осылай суығанша қойып қоямын. Енді міне менің цветная капустам. Осыны бөліктерге бөліп, ортасындағы қаттысын алып, бөліктерге бөліп аламын. Капустаның ортасындағы қаттысын алып тастадым. Енді бөлінген бөліктерді бір қалып бір кілкі формаға келтіріп, бәрінде үлкендерін бөліп, осылай бір ыдысыма салып алдым. Менде қазанда қазір суым қайнап жатыр. Мен қазір осы дайын болған капустымды суға салып қайнататын боламын. Міне менің қайнап жатқан суыма капустымды салдым. Осы суда біз 5 минут, одан артық ұстауға болмайды. Тек қана 5 минут, кәдімгі сағатпен қарап тұрып жасаңыздар, 5 минут осылай қайнатып аламын. Міне 5 минут өтті. Мен капустамды сүзіп ыдысыма салдым. Міне ыстылай күйінде қазір капустамды салатын дайындайтын боламын. Мында 2 зубчик чеснок аламын. Оны және күштің ұсақ көзіне өткізіп, капустамның үстіне салдым. Және біраз қасық қантымды. Уксус міндетті түрде 70%, және кристаллик тұзын, және кориандрымды саламын. Барлық көлемдерінің бәрін қазір описаниеде қалдыратын боламын, және сондай-ақ жаңа жасап қойған гочи 20 соусынан біраз қасық құямын. Бұрыш теңе салмаймын, себебі осы гочи 20 соусында паприкада бұрыштар бар. Сондықтан мен оларды салмаймын, және де мен осылай болгар бұрышын және сәбізді салдым. Енді жақсылап араластырамын. Бұл капуста салатын сол бойда жемейміз. Міндетті түрде 10 сағатқа тоңазытқа қойып қоямын. Яғни мен қазір кеште жасап қойдым. Ертең түскі астан бастап жеуіме болады. Соған дейін тоңазытқа салып қоямын. Мен тұз салуды ұмытып кетіппін. Сіздер ұмытпаңыздар. 1 шай қасық тұз салдым. Жақсылап араластырып холодильникке қойып қойдым. Бетін жауып, міне менің салатым дайын. Мына гочи 20 соусын сіздер төкпеңіздер, банкке салып қойып қоясыздар.